Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оп-оңай әрі тез дайын болатын кексті жасап көрсетемін. Жасалу жолы өте қарапайым, үйдегі бар заттардан дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажет заттың барлығын описанияда қалдыратын боламын. Құрғақ таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлейміз. Дәл видеодағыдай шекерімізді аз-аздан қоса отыра миксерлеуіміз керек. Жұмыртқамыз аппақ көпіргішке айналады және 2 есе ұлғаяды. Қазір видеодан көресіздер. Мінекей біздің жұмыртқамыз дайын. Енді жылы сүт қосамыз. Сүттің жылы болғаны дұрыс. Содан соң 1 кесе сұйық май. Оны да қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосасыздар. Ұнды 2 бөліп қосамыз. Мынау бірінші бөлігі. Осы ұнды қосқаннан кейін миксерді қоспай тұрып, жақсылап араластырып аламын. Өйткені ұн шашырап кетуі мүмкін. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Миксерлеп алғаннан кейін қалған ұнымызды қосамыз. Разрешитель қосуды ұмытпаңыздар. Бізде қою масса пайда болуы керек. Дайын болған массаға түрлі жеміс-жидек, шоколад, варенье, мейіз, жаңғақ қосып жасасаңыз болады. Яғни ол өз еріктеріңізде, немесе тек өзін пісірсеңіз де өте керемет болып шығады. Енді біздің массамыз дайын болды. Оны алдын ала майланған формаға құйып, тегістеп шығамыз. Бетіне мен шоколад пен арахис пайдаланамын. Осы кексті қызып тұрған пеште 35 минут пісіреміз. Өте оңай әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Үйдегі бар қол жетімді заттардан дайындалады. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Салтанат. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.